Сәлем, бүгін қамырын ашытпай-ақ 15 минутта жасалатын бауырсақтар жасаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен бір стакан кефирімізді салдым. Жылы болуы керек, микроволновка жылытып алсаңыздар болады. Одан кейін бір шай қасы соданы араластырамыз. Көпірігі шығу керек. Одан кейін сары майымызды салып, қантымызды, тұзымызды саламыз. Барлық граммдарын рецепт описаниясына жазып қоямын. Сода мен кефир араласып, осындай реакция береді, көпірік шығып. Осыны қасықпен қатты-қатты араластырамыз, көпіріктері шығады. Одан кейін ұнымызды жаймен еріктен өткізіп салып, бірінші қасықпен, одан кейін қолмен жұмсақ қамыр илейміз. Қолыңызға егерде қатты жабысып жатса, тағы да ұн салып илейміз. Осындай қамыры жұмсақ болу керек. Енді 15 минутқа бетін жауып қоямыз. Уақыт өткеннен кейін қамырымыз одан әрі жұмсақ болады. Енді осыны жайып шығамыз. Қамырымыз өте қалың болып кетпесін, себебі қуырып жатқан кезде іші піспей қалуы мүмкін. Қамырымызды жұқалау қылып жайып аламыз. Өзіңіз қалаған формада кесіп аласыздар. Мен осылай ерекше қылып, осындай әдіспен түйдім. Сіздер обычный дөңгелек қылып немесе төртбұрышты қылып кессеңіздер де болады. Енді бауырсақтарымыздың бетін жауып қоямыз. Осындай әдемі формада шықты менікі. Қызып тұрған майға осылай екі жағынан қуырып алатын боламыз. Осындай әп-әдемі жұмсақ бауырсақтар болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.